Баршаңызға сәлем. Бүгін біз 9-шы сынып алгебрасының 23-20 есебін қарастырамыз. Бізде келтіру формулаларына арналған есеп, В тобының жаттығулары, өрнекті ықшамдаңдар дейді. Бізде не істейміз? Косинус 2π минус альфа мен 2π плюс альфаны келтіру формуласының кестесіне қарап, және синус π минус альфаны айналдырып аламыз. Яғни бізде 1 минус косинус 2π минус альфада бізде косинус альфаға тең. Жазамыз. Және косинус 2π плюс альфада бізде де косинус плюс альфаға тең екен. Және синус π минус альфада синусқа тең мәні. Бұл жерде көріп тұрғандарымыздай, мына формула келіп тұр. А минус Б, А плюс Б. Яғни Аның орнында бізде 1 тұр, Б-ның орнында бізде косинус альфа тұр. Ол дегеніміз бізде А квадрат минус Б квадрат деген. Яғни бізде шығады 1 минус косинус квадрат альфа бөлінген синус альфа. Ал біз білетін болсақ, бізде 1 дегеніміз, немесе мынау бізде бір формула келіп тұр. Ол қандай формула? Бізде синус пен косинустың квадраттарының қосындысы бізде 1-ге тең. Ал синусты табу үшін синус квадрат альфа дегеніміз 1 минус косинус квадрат альфа тең. Демек бізде 1 минус косинус квадрат альфа дегеніміз ол синус квадрат альфа тең. Жазамыз, синус квадрат альфа бөлінген бөлімінде синус альфа тұр. Яғни бізде мына жақта бір синустар қысқарып кетеді, жауабы қалады синус альфа. Келесі екіншісін қарайық. Бөлшектің алымында 1 плюс синус 2π минус альфада бізде синусымыз минус синус альфа екен. Және 1 плюс косинус 2π плюс альфада бізде косинус альфаға тең. Келтіру формуласының кестесіне байланысты косинус π минус альфада бізде минус косинус альфаға тең. Бұл жерде бізде плюс π минус минусты береді. Яғни жазамыз 1 минус синус альфа 1 плюс косинус альфа бөлінген минус косинус альфа. Так, оқушылар, бізде мына жерде есептің берілгені қате, себебі бізде былай қалып қойын деп тұр. Сондықтан да мына жерде косинус емес, мына жерде синус болу керек. Демек бізде мына синус болса, бізде екінші жақшада синус 2π плюс альфада мәні синус альфаға тең болады. Мұнда синус альфаға тең болады. Так, былай жазайық, синус альфаға тең болады. Сонда бізде 1 плюс синус альфа болады. Сонда жаңағы бірінші есептегідей бізде А минус Б жақшаның ішінде А плюс Б деген формула келіп тұр. Ол дегеніміз бізде 1 минус синус квадрат альфаға тең болады. Минус косинус альфа бөлімінде. Және бізде 1 минус синус квадрат альфа дегеніміз мында керісінше ғой. Синус квадрат альфаны мында жіберсек, бізде ол косинус альфаға тең. Яғни қалай жазамыз? 1 минус косинус квадрат, синус квадрат альфа дегеніміз, міне мына формулада да, ол косинус квадрат альфаға тең. Себебі синусты мында жіберсек, оң жағына теңдіктің. Сонда косинус квадрат альфаға тең болады. Сонда мында шығады бізде косинус квадрат альфа бөлімінде минус косинус альфа. Және косинустарымыз қысқарады, мына минусымыз бар, сонда жауабы шығады минус косинус альфамен. Так, келесі үшіншісін қарайық. Тангенс π минус альфа дейді. Π минус альфада бізде тангенсіміз минус тангенс альфа болады. Ал косинус π плюс альфада бізде косинусымыз минус косинус альфа болады. Және бөлінген. Пи бөлінген 2 минус альфа дегеніміз 90 минус альфада бізде синусымыз косинусқа тең, косинус альфаға тең. Бұл жерде бізде косинустарымыз қысқарып кетеді. На минус пи минусымыз көбейтіліп, міне көбейту плюс болып кетеді, жауабы қалады тангенс. Себебі мына жерде 1 қалып тұр. Келесі бізде котангенс π плюс альфа берілген. Котангенс π плюс альфада бізде котангенстің өзі шығады. Синус π плюс альфада бізде синусымыз минус синус болып шығады. Және синус 3π бөлінген 2 минус альфада синусымыз минус косинус альфаға тең. Сонда бізде мына минустарымыз плюсті береді, алдына шықса. Минустарымыз плюсті береді де, синустың косинусқа қатынасы бізде тангенс беріп тұр. Демек, котангенс, мұнауымыз бізде тангенске тең. Котангенс альфа көбейтілген тангенс альфа деп тұр. Ал бізде формула бойынша котангенстің тангенске көбейтіндісі ол 1-ге тең.